Сәлем. Сендер шындық пен құбылыс атты ойынды білесіңдер ме? Ол менің өте сүйікті ойыным. Біз оны достармен ойнайтын едік. Мен әрқашан құбылысты тыңдайтын едім, бірақ шындықты емес. Мен ол үшін күшті едім. Бала кезімнен бері осы ойынды ойнайтынмын, яғни құбылысты тыңдайтынмын. Және де мен оған ойнағанда құбыжық секілдімін. Мен балалар туалетін жалағанмын. Балалардың кенттің жерлеріне барғанмын. Және де 6 сыныптың балаларын шақырғанмын. Және де оның бәрі ақшамен болды. Ой, бұл артық кетті. Менің ең жақсы көретін сабағымда Билли деген балам шындық пен құбылыс ойынды білесіңдер ме деді. Мен оған айттым. Мен ол ойыннан күштімін дедім. Ол сенбей қалды. Олай болса саған задание берейік деп айтты. Бір бала айтты: сен кіресің дәретханаға, және де ол жерде әйнек бар деді. Иә, біздің мектепте әйнек бар еді. Мен жарайды дедім. Мен қолымды аспанға көтеріп, балалардың дәретханасына бардым. Оның ішіне кірдім. Бәрі маған қарап тұрды. Одан кейін мен кіріп жатқан кезінде менің ең жақсы көретін пәннің апайы маған ұрысты. Және де мен оған кілт бердім. Мен қатты ұялып қалдым. Мен сол сабақтан күнде 5 алушы едім. Бірақ та мен бұл ойынды жалғастыра бердім. Мен асханада өтіп бара жатқан кезінде Биллиді көрдім. Билли маған айтты: мен саған қандай задание? Сен ана қоқыстың ішіне кіресің деп айтты. Мен келістім. Және де Билли мені көтеріп, сол қоқыстың ішіне беруші еді деп ойлады. Бірақ мен өзім деп айттым. Мен сөмкемді шештім де бір аяғымды мусорға тықтым. Оның еті жаман еді. Бір аяғымды тықтым және тағы бір аяғымды тықтым. Бәрі маған қарап тұрды. Және де мен шығайын деп жатқан кезінде сол жердің дөңгелектері қозғалып шіріп кетті. Бірақ ешкім тоқтатқан жоқ. Сосын мені мұғалімім көріп қойды. Ол ойынның жаман екенін білдім. Бәрі мені сол үшін қазір мазақтайды. Мен қатты ұяламын. Және бұл ойынды ойнамай қойларыңды өтінемін, себебі бұл өте жаман ойын мен үшін. Енді мен бұл ойынды ойнамаймын. Енді бұл ойынды ойнаудың қажеті жоқ.